Осыған дейін біз print не input сияқты Python тіліндегі дайын функциялармен жұмыс істедік. Ал бүгін осындай функцияларды қалай өзіміз дайындауға болатынын үйренеміз. Негізінен функция ол дайын код блогы. Оның өзінің аты бар. Сол аты арқылы функцияны шақырғанда, оның ішіндегі код орындалады. Ондай болса, сәлемдесу функциясын бірге жазып көрейік. Ол үшін бірінші def кілттік сөзін қолдануымыз керек. Def деген define, яғни анықтау деген сөз. Яғни бұл жерде біз функцияны анықтап жатырмыз. Одан кейін барып біз функцияға ат беруіміз керек. Біздің кезекте сәлем деп жазайық. Яғни бұл функцияның аты. Одан кейін барып міндетті түрде жақшаларды ашып, жақшаларды жауымыз керек. Енді осы функцияның денесін бастау үшін қос нүктелер міндетті түрде қойылады. Енді келесі жолдар, яғни келесі операциялар функцияның ішінде орналасқандығын білдіру үшін біз міндетті түрде бос орындарды қолдануымыз керек. Ондай болса, бос орындар арқылы print сәлем және де print қош келдің ақпараттарын жазып шығайық. Енді біз run батырмасын басатын болсақ, ешқандай ақпарат экранға шыққан жоқ. Өйткені бұл функция атын жазып шақырмайынша ішіндегі операциялар орындалмайды. Дұрыс қой? Ондай болса, біздің функцияны орындау үшін функцияның атын жазайын. Сәлем, және де жақшаларды ашып, жақшаны жабайын. Одан кейін барып, run батырмасын басатын болсам, экран бетіне сәлем, қош келдің ақпараттары экран бетіне шықты. Бұл жерде программаның орындалу реттілігіне назар аударыңыз. Функцияның ішіндегі орналасқан операциялар тек функцияның атын жазып, функция шақырылған кезде ғана орындалады. Сонымен қатар функцияны жазбай тұрып, оны қолдануға болмайды. Яғни біз әр қашан функцияны жазып алған соң ғана оны шақыра аламыз. Әйтпесе Python интерпретаторы біздің функцияны танымайды, яғни қате шығарады.